Haybarni selam dostlar. Sizlerle bugün men Batıcan. Және де dostlar, men hazır өз жұмысыма кірісетін боламын. Ауылдағы ферма болып. Достар, айтпақшы сіздерге айта кететін жайт. Мен жақында осы жұмыстан айлық алатын боламын. Және де бізде скоро конкурс өтеді. Кім ауылда ең тез жинайтын, және де тез қоятын фермер. Соған дайындалу керек. Біздің ауылда негізі жителдер және де мен картошканы көп жақсы көреміз. Ауылдың любой жерінде төрттен бірі картошка ғой. Даже төрттен бірі емес, төрттен екісі. Достар, біздің ауылдағы жителдер және де мен де картошканы көп жақсы көреміз. Сондықтан да біз қарнымды до конца толтырып алайын, а то уже төртеуі кетіп бара жатыр. Егер де сіздер қазір тамақ жеп отырсаңыздар, онда ас болсын. Ал картошканы жеп алдық, енді мынаны до конца бәрін қоятын боламыз. Так, екі қатар болды, енді мына үшінші қатар. Картошка не деген көп деймін да. О, жителдер істеп жатыр. Так, болдық үшінші қатар. Енді төртінші қатар. Бәрі бір келкі болу керек қой, короче. О, жителдер істеп жатыр. Все, мына қатарды болдық. Енді мына қатар. О, мына ек кішкене нормально өсіп қапты. Походу жителдер жинайды ау деймін. Мен бұл қатарға онша көп келмеймін да просто. Тез-тез екіп тастайық. Все, енді келесі қатар. Так, бұл қатарда да тез-тез істеп тастайық. Так, мына жерлерді екіп тастайық. Ал мынаны біз алып тастаймыз. Орнына жаңадан егеміз. О, қанша картошкамен келді, қаншамен кеттік. Бір стак 25 шықты. И бір пропочерный ма. Ача мен не көршім мына терезесін жауып тастаған. Житель, не жауыстан? Тоқташы, сен артында бір нәрсе тұр. Көрсетші. Жоң саған де көрінген ғой, артында ештеңе жоқ. Ну жарайды, мен по-любасы оның не екенін табамын. Достар, ол бәрі бір нәрсе тығып тұр. Ал біз оны қазір огородтан кейін табамыз. Ал іске кірісейік. Мен жақтағы әдемі өсет. Әсіресе менде мұнда әдемілігі, менде походу сәбізде ау деймін. Так, достар, сәбізді біттім. Ал енді пшеницаға көшеміз. Так, тез-тез скорс болып кеттік. Ал енді тез-тез мыналарды қойып тастаймыз. Ачо қойылмайды. Ой, сменаға басады екен. Без айт, достар, шатас кеттім просто. Онда соңғысы қалып қойыпты. Так, все болды. Ал енді бұл заттарды біз үйге апарып тастайық. Әлде складқа мақұл үйге апарып қоя салайын. Сосын өзіме керкамды ала салайын. Так, достар, бәрін салып, керкамды алдым. Ал енді не бар екен табамыз. Достар, біз оның булыжниктарды сындырып үйіне кіретін боламыз. Керка сондықтан алдым. Так, осы жерден бастайық. Бірінші мына жерлерді біз жерді алатын боламыз. Достар, мен қазып-қазып изумрудныйға жеттім. Бұл жақтан болмайтын сияқты. Так, достар, ана жер болмағаннан кейін мен мына жақтан кірмекші болдым. Так. Әлі мына жерді қазу керек. Ема, житель. Жоқ, сен бұны білмеуің керек еді. Достар, біз уже кірдік. Қалайсың, житель? Мен саған айттым ғой, бәрі бірде білетін боламын деп. Әлі айтпадым ба? Бәрі білем.
Житель, мен де сақ, сен мынаның бәрін қайдан алдың? Батыржан, қалай айтсам болады? Мен короче баймын. Мен ауылдан қалаға көшем жақын арада. Ал бұны жетелде білмес үшін үйімнің терезелерін жауыстырдым. Ал осыға дейін ол қайда болды? Осыға дейін ол қаладағы ненде оған сықлатты. Мен сені бұншалықты бай деп ойламағам негізі. Батыржан, өтініш бұны жетелдерге айтпашы. Кім білет мені тона кететін шығар. Жо, ешкімге айтпаймын, мойындама. Бұл екеуміздің арамызда қалған секрет болсын. Ал мен кеттім онда. Ал достар, сіздермен бүгін болған Батыржан. Сәлем, сау болыңыздар.